Армысыздар, менің есімім Әйгерім Батырхан, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі заңгермен сұхбатымның екінші шығарылымы. Бұл жерде жалпы қандай шотты бұғаттай алмайды. Банкте егерде несиеңіз болса, және де несиеңіздің уақыты өтіп кеткен болса төлейтін, банк кейбір шоттарды бұғаттайды. Сонда банк қандай шоттарды бұғаттай алмайды. Жалпы банк қандай шоттардан ақшаны шешіп ала алады. Және де ең өзекті сұрақтардың бірі, егерде жаңағы несие алушы адам қайтыс болған жағдайда ол кісінің мұрагерлері оның несиесін төлеуге міндетті ме? Жоқ әлде несиені жалпы банк жабық деп есептей ме? Осы және өзге де сұрақтардың жауабы қамтылады, сондықтан да мұқият тыңдаңыздар, жазып алыңыздар, себебі банкке алданып қалған адамдар өте көп. Бір жалғыз басты ана хабарласты маған, жалғыз табыс көзі жәрдемақы. Сол Каспий банк оның шотын бұғаттап тастаған 1,5 жыл бойы. Бұл несие жолдас екеу алған, өкінішке орай жаңа жолдас қайтыс болған, несиені енді өзіне төлету үшін коллекторлар күнде хабарласады екен. Бірақ та бұл кісіде енді төлейтін табыс көзі жоқ, мүлдем. Өзі кішкентай баламен үйде отыр, жәрдемақысы бұғатталып тастаған. Енді бұл кісіге не істеу керек сонда? Қараңыз, мынау жаңағы потребительский кредит дейміз ғой. Бұл кредиттер бойынша, егер жаңағы қайтыс болып кеткен адамның артында мұрагерлер жоқ болса, мұрагерлері дегеніміз заң бойынша, яғни мұраны алып қалған тұлғалар, яғни балалары, әйелі, күйеуі. Мұра дегеніміз бұл біздің жылжитын және жылжымайтын мүлік, немесе зейнетақысы. Егер осы жылжитын, жылжымайтын мүлігі болмаса, жаңағы кісінің зейнетақысы қайтыс болып кеткен кісінің болмаса, онда ол кісінің мұрагерлері жоқ болып есептеледі. Әйелі, балалары бар болғанмен, заң жүзінде бар болғанмен, олар мұрагер емес. Себебі ол кісінің артынан ештеңе қалған жоқ қой. Жылжитын, жылжымайтын мүлік қалған жоқ, зейнетақысы қалған жоқ миллиондаған. Егер солардың барлығы қылатын болса, әке шешесі, жаңағы әйелі, бала шағасы мұрагерлер болып табылады. Егер ондай артынан ештеңе қалмаса, біздің көп жағдайда көбінесе осы соңғы кезде жаңа қарапайым халықтың атынан ештеңе қалмайды. Бірақ банк сол заңды біле тұра, ол сол адамның жеке басына қатысты ғана несие ғой. Жаңа потребительский займ деп айтамын. Сондықтан да ол жаңағы әйелі коллекторлерге өтіп кетсе деймін. Бәрібір қандай жағдай болса, банкке жазу керек арыз, жаңа әйелі жазу керек, ол арызға қайтыс болған адамның қайтыс болу туралы анықтамасы, артында көлігі жоқ, үйі жоқ деген сонdan справкалар, анықтамалар алады. Соның барлығын арызға тіркеп, бұл адамның несиесін өшіруді сұрайды. Сонда ғана, сол арыздан кейін ғана барып банк өшіреді. Банк бұл заңды өте жақсы біледі. Азаматтық кодекстің... Сізге айттым, арыз жазыңыз барып, ол жаңа кредитті сіздерге жаңа өшіріп берсін дегенмен. Бірақ ол айтады, ол кісі банкке барған, банк айтыпты, 1 жылдан астам уақыт өтіп кетті, жолдасыңыздың қайтыс болғандықтан, сондықтан да біз ештеңе істей алмаймыз. Өкінішке орай тек қана төлеуіміз керек. Ауызша, вот именно ауызша. Көп адам бізде қателеседі. Мен банкке бардым. 1,5-2 жыл өтіп кетсе де, оның ешқандай қатысы жоқ, мұра алған жоқ қой, ол кісіден қалған жоқ қой мұра. Бұл жерде айтатын нәрсе, на основании чего ол займ, жаңағы несие әйеліне өтеді, егер әйелі мұрагер болмаса. Соны бізде көп адам жаңағыдай қателеседі, мұрагер дегеніміз оның автоматически әйелі бала шағасы деп ойлайды. Бірақ артында мұра соңында жылжитын, жылжымайтын мүлік, зейнетақысы қалмаған болса, демек ол кісінің мұрагерлері жоқ болып саналады. Ал зейнетақысы қалса ше? Зейнетақысы қалса, 600 мың болсын, 700 мың болсын. Бұл жерде зейнетақыға байланысты, зейнетақы мен несиенің сомасына байланысты. Мысал үшін, алайық зейнетақы жарайды 600 мың теңге, несие 1 миллион теңге. Жоқ, ол кісінікі мысалы 125 мың теңге. Егер 600 мың зейнетақы қалып тұрып, несие 100 мың, 120 мың болатын болса, онда сіз зейнетақыны мұра ретінде қабылдап аласыз, мына несиені жабасыз, 100 мың, 120 мыңды. Егер жаңағыдай наоборот болса, зейнетақыдан жабасыз. Зейнетақыдан аласыз, жаңағыдай мұра ретінде. Сонымен несиені жабасыз.
егер мына жерде зейнетақы 100 мың 120 мың, мына жерде несие 600 мың болса, онда сіз оны мұраны алмайсыз, зейнетақыны, мына жерде несиені жаппайсыз деген сөз. Бәрекелді. Сонда қараңыз, бұны зейнетақыны мұрағып алу үшін зейнетақы қорына арыз жазу керек. Зейнетақы қорына арыз жазасың, ол жерде 1,5 жыл өтіп кетсін, ол кісінің қайтыс болғанына, 2 жыл өтіп кетсін, бәрібір. Бәрібір, себеп сақталып тұрады. Бұл жерде енді жаңағыдай 1,5 жыл немесе 1 жыл өтіп кетті деген жаңағы срок дейміз ғой. Бұл тек қана жылжитын, жылжымайтын мүлікке қатысты айтылған нәрсе. Яғни мұраны 6 айдың ішінде қабылдап алу керек. Бірақ егер ол кісі ол заңды білмесе, немесе мұраны жаңағыдай рәсімдейтін қаражаты болмаса, оның барлығы сотта жаңағыдай анықталады. Сонымен сот жаңағыдай восстановление срока деп жазады. Ол жылжитын, жылжымайтын мүлікке қатысты. Бірақ зейнетақы оның қатысы ешқандай жоқ шығады. Қатысы болған жағдайда, егер отказ берген күнде де зейнетақы қоры сот арқылы барлық нені срокты восстановить етуге болады. 3 жыл өтіп кетсе, 4 жыл өтіп кетсе, қанша жыл өтіп кетсе де. Сонда бұл кісіге келесі істейтін әрекеті қараңыз. Жаңағы банкке барып арыз жазады. Арыз жаңағыдай справкалардың барлығын тіркейді. Өзінің неке және неке куәлігін, соның копиясын, өзінің жеке басының куәлігін, соның барлығын арызға тіркеп, осылай жағдай болды, мен жолдасым қайтыс болды деп барлық анықтама тіркеген несиені өшіріңіз деп жазады. Сонда міндетті түрде банк өшіреді. Заңға сүйеніп жазғаннан кейін, жазбаша жазғаннан кейін 15 жұмыс күн ішінде сізге жаңағыдай ответ келеді. Біз сіздің талап арызыңызды қарап жатырмыз, сізге жауап береміз 1 айдың ішінде. Ал егерде банк, жаңа енді Каспий банк қой, ол отказ берген күннің өзінде отказ бере алмайды. Себебі ол сотқа жүгінеді ары қарай. Сотқа жүгінеді. Банк оны өте жақсы. Районный сотқа. Районный сот, банктың орналасқан, егер мынау Алматы қаласында болса, Каспий банк бізде қателеспесем Бостандық ауданында орналасқан. Бас главной офисі Бостандық. Енді басқа қалаларда да енді Алматы облысында болса, ол Алматы облысындағы головной неге жазады тұрған мекенде районный сот болу керек. Сол жерге барамын деп жаңа талап-арызда солай көрсетіледі. Ол арыз болғанда қалай претензия сияқты түрінде болады. Егер сіздер маған жасайсыздар, несиені өшіресіздер, бәрі арғай жақсы болады. Өшірмейсіздер, мен сотқа жүгінуге мәжбүрмін деп жазады. Себебі егер кейін сотқа арызданғанда ол претензиясыз жаңағы исковое заявление, талап арыз қабылданбайды. Сондықтан да міндетті түрде банкке бірінші жүгіну керек, ответті алу керек 15 жұмыс күн ішінде. Түсінікті. Көп жағдайда сол жаңағы бәрі айтады, ауызша бардық, банк кешірмейміз, сен төлейсің деп айтты деп ауызша айтқанда солай болады. Бірақ жазбаша жазғанда 95% өшіріледі. Түсінікті. Енді бұл кісінің жаңағы жағдайы түсінікті болды. Жалпы енді осы кісі секілді басқа адамдардың енді бұл кісі өз алды дейік кредитті жаңағы. Өз алды, жолдасы қайтыс болып кетті, баламен үйде отырып қалды, төлей алмай қалды, жалғыз жәрдемақысын жаңағы шотын бұғаттап тастады. Енді бұл кісі не істей алады? Бұл жерде де сол банкке жазады. Жаңағы өзінің жаңағы басынан өткен арызда жазбаша барлығын жазу керек. Осылай қайтыс болған күйеуінің мысалы анықтамасын тіркеп, неше бала шағасы бар, соның барлығын тіркеп, өзі жұмыссыз екенін тіркеп, мысалы анықтама, оның барлығын жаңағы документтердің барлығын арызға қосып тіркеп өткізетін болса банкке, бұл жерде енді айта кететін жайт, банкты ешкім жаңағыдай несиені тоқтата тұруға мәжбүр ете алмайды. Бұл банктың ішкі өзінің жаңағы правиласы. Егер соған орай банк біз сізді күте тұрамыз десе, жоқ десе, онда ешкім оны мәжбүрлеп, осындай жағдай болды деп тоқтатып тұрыңыз деп ешкім банкты мәжбүрлей алмайды өкінішке орай. Қалай төлеу керек? Жаңағы жәрдемақыны егер арестке қойып қойған жағдайда сол банкке жазады, сосын жаңағыдай требование дейміз ғой, сол требование мынандай заңға сәйкес сіз менің жәрдемақы түсетін счетыңызды бұғаттап тастадыңыз, аресттен шешуіңізді сұраймын.
шешпеген жағдайда тағы да сотқа жүгінемін деп сіз мені сотқа баруыма мәжбүрлеп отырсыз деп жазу керек. Бұл жерде тағы да айта кететін жайт, көп адам жәрдемақы алып жатырмын деп айтады да, бірақ сотта ол счет өкінішке орай обычный счет дейміз ғой. Обычный счет болған кезде онда ешқандай банк, ашқан банкте, арест қойған банкте көрмейді оның спецсчет екен. Сондықтан да бұл жерде айта кететін жайт, егер жәрдемақы алатын болсаңыз, немесе жаңағы инвалидность, көп қой жәрдемақының түрлері көп қой, сол кезде именно сол жәрдемақын алатын кезде банкке барған кезде айтасыз, бұл счет мынау жәрдемақы алу үшін. Сол кезде банк сізге арнайы счет ашады. Ол спецсчет деп айтылады. Ол спецсчетқа ешкім арест қоя алмайды. Себебі, мысалы үшін, спецсчетті ашқан банк, басқа банктен арест мына кісінің сіздерде счет бар ма деп келетін болса, ол заңды біледі ғой, ашқан банк, спецсчет екен. Ол кісінің счеті жоқ деп жауап береді, арест қоятын банкке. Мына счетті өздері арест қоймай отырады. Спецсчет болатын болса. Сондықтан да бұл жерде счет ашатын кезде өте мұқият болу керек. Енді көбінесе ол жаңағы банкте отыратын менеджерлер кейбір кезде мән бермей кетеді. Сондай обязательно ол спецсчет болу керек. Именно осы жәрдемақы ғана түсетін, басқа ешқандай бұл счетқа ақша түспейді жан-жақтан. То есть жалақы түспейді. Ондай бар ғой спецсчет арнайы. Соны ашатын кезде спецсчет болу керек, специальный жәрдемақы. Ол заңмен қорғалады, оны жаңа халық банкте ашылатын болса, халық банкке қандай да бір басқа банктен жаңа арестқа қойыңыз деген жаңағыда ПТП дейді ғой, платежное требование, поручение. Сол келетін кезде ол кісі счет жоқ деп жауап береді. Себебі спецсчет екенін біледі, бұл жерге тек қана жәрдемақы түсіп тұрғанын біледі, сондықтан да арест қоя алмайды ол. Демек, бұл жерде мынандай сұрақ туындайды, қандай счеттар сонда бұғатталмайды? Демек, жаңағы спецсчеттағылардың бәрі бұғатталмайды ғой? Бұл жерде зейнетақы, сосын жәрдемақының түрлері, ол мүгедекке байланысты, немесе жаңағы баланы пособие жатамыз ғой, оларға да ешкімнің тиісуге ешқандай құқы жоқ. Тек қана асыраушысынан айырылған, сондай түрлері көп қой жәрдемақыларды. Егер сол спецсчетқа түскен болса, сотта ол дәлелденетін болса, онда сот арқылы ол банктен ол бір тиынына дейін барлығын қайтарып береді. Қайтарып береді, жаңа де бұғаттай алмайды ол. Енді спецсчет болатын болса, басында негізі бұғатталмайтын еді. Бірақ көп адам бізде соны қарапайым счет ашады да, сонымен бұғатталып қалады, сонымен сотта соны жаңағы дәлелдеп жатады. Бұл мынау жәрдемақы ғана түсетін счет деп. Оны сот ол барлығын дәлелдемелердің барлығын қарайды. Банк, екі жақтың банктың да нелерін шақырады, сондықтан да сот шешім болады ондай. Жаңағыдай егер келтірілген дәлелдемелер заңға сәйкес келіп жатса, онда жаңағы банктен сол счеттан түскен соманың барлығын жаңағы кісіге қайтарып беретіндей. Түсінікті. Ал қандай счеттан ақшаны шешіп ала алады банк? Қараңыз, жалақыдан тек қана 50% деп қойған. 50%. Бұл жерде 50% дегенде кішкене былай мән беру керек, себебі біреуде жалақы 20 мың, біреуде 40 мың, біреуде 60 мың. Өмір сүру деңгейі, күнкөріс деңгейі орнатылады жылда. Сол сомадан төмен болып кетпеу керек. Себебі сіз 20 мың, мысалы үшін 20 мың жалақысы болатын болса, 10 мың ұстап қалатын болса, 10 мың күнкөріс деңгейінен төмен ол. Бізде күнкөріс деңгейі осы жылдан бастап, егер шатаспасам, 31 мың. Сол 31 мыңнан төмен алмау керек адам. 31 мың ең самый минимальный сумма деп қойылады. Сондықтан да бұл жерде де енді көбінесе жалақыны жаңа 50% емес, бүкіл несін ұстап отырады. Кейбір банктер ондайлар да болады. Бұл жерде банкте сол жаңа ары жазып жүріп, көбінесе ондай арыздар қанағаттандырылмайды, өкінішке орай. Тек сот арқылы ғана шешіледі. Сотқа жүгінеді. Одан кейін жаңа зейнетақы болғанда да бұнда жаңағы зейнет жасына шығуға байланысты алатын зейнетақылардан ұсталынады дейді ақшан. Қалады дейді ол. Дұрыс па? Ол одан, по-моему, ұсталынады. 50% егер қателеспесем 50% ұстайды. Бірақ бұл жерде тағы да
мән бере кететін жағдай, жаңағы зейнетақыға шыққан адам мысалы үшін 2-3 жерден немесе 2 жерден несие алатын болса, сол 2 банк қосылып жүріп 50%-на жаңағыдай құқы бар ұстауға. Әрқайсысына 50% емес. Сонда кішкене мән беру керек. Себебі мысалы үшін 60 мың зейнетақысы болатын болса, 30 мың 2 банкке 15 мыңнан сонда ұстауға құқы. Мүлдем төлемеген жағдайда не болады жалпы несиені? Мүлдем төлемей кетеді. Шынымен де жаңағы кісінің ақшасы жоқ болып, басқа да бір жаңағы қиын жағдайлар орын алып өмірінде. Иә, ең бірінші мынау қалай айтсам екен, самый топовый сұрақтар деймін ғой, мына каналымда менің көп беретін осы сұрақтар, кредитті төлемесе соттап жібере ма деген көбінесе мынау қарапайым халықтың қорқатын нәрсесі. Өкінішке орай несиені төлемедіңіз деп сізге ешкім ештеңе істей алмайды. Біріншіден соттай алмайды ол. Себебі қылмыстық іс емес. Соттайтын болса әрбір 3-ші тұрғын біздің Қазақстан Республикасының онда сотталып жаңағы қамалып отырар еді. Біріншіден жаңағыда егер тұрақты жалақыңыз, атыңызда көлік немесе жылжымайтын мүлік үй немесе тағы да басқа нәрсе болмайтын болса, онда өкінішке орай ешкім сізге ештеңе істей алмайды. Және де ол жаңағы 90 күн пенясы өседі ол несиенің. Сонымен жаңағы не деп айтамыз, заморозиться етіп тұрып қалады ол несие. Бұл жағдайда 2017-тен закон о банках и банковской деятельности деген заңға өзгеріс енді 2017-тен бастап. Ол жерде банктерге, бұрын ол заң болмаған еді, банктерге 5 жыл, қалай айтсам екен, 5 жыл срок исковой давности берді. Яғни кез келген тұлға 5 жылдан артық төлемесе ол несиені ол өшіріп тасталу керек деген. Бұл заң енді 2017-те өзгеріс енді қабылданды. 2017-те енді 5 жылдан кейін бұл заң қалай жұмыс істейтінін көреміз. Әзірше ол жұмыс істеп тұрған жоқ, себебі 2017-те ғана қабылданды, 3 жыл ғана өтті. Енді тағы да 2 жылдан кейін іс жүзінде қалай жұмыс істейтінін көреміз. Бірақ жаңа 5 жыл бойы төлемесе бұл кісі шетелге шыға алмайды, шот аша алмайды, ешқандай шот аша алмайды. Және де мынау жаңағы соңғы кезде мынау жаңашылдық дейміз ғой, жаңаша бір еніп жатқан нәрсе мынау жеке куәлігіне қатысты. Адамдардың жеке куәлігінде бұғаттап жатыр. Ол деген сөз, ол кісі қарапайым барып, жаңа нотариусқа сенімхат бере алмайды заңгерге. Сондай жағдайлар болып жатты. Ол енді біздің банктер емес, көбінесе мынау жаңағы онлайн займдардың жасап жатқан дүниесі солай болып жатыр осы кезде. Ол заңды ма? Ол заңсыз әрине, бірақ енді онлайн займдармен ол бір бөлек бір тақырып десек болады, үлкен ауқымды. Ал несиенің ай сайынғы төлемін қалай азайтуға болады? Несиенің ай сайынғы төлемін жаңағыда енді банкке арызданып, егер сіз төлей алмайтындай жағдай болып жатса, банкке арызданып, жаңағы төлейтін айыңызды көбейтесіз, сонда ежемесячный платеж азаяды. Бірақ ол да жаңағы банкті ешкім мәжбүрлей алмайды, егер банк келіссе ғана. Кейбір банктер келіседі, кейбір банктер келіспейді. Сондықтан да бұл жерде де жаңағыда айтып, түсіндіріп, барлық талап арыздарын, немесе арыздардың барлығын жазбаша жазған дұрыс. Себебі мына ұлттық банкке де ертең сотта да көрсететіндей, мен арыздандым, мен жағдайымды айттым, көрсеттім деп жаңағыдай. Енді форс-мажорный обстоятельства деп жатамыз, ондай кез келген адамның басында болып жатады, ол соны дәлелдеу үшін сотта жаңағыдай көрсетуге, сізді жақтауға, яғни сіз ешқандай несиені төлемейін деп жатқан жоқсыз, сіз төлеуге әрекет етіп жатсыз, бірақ жаңағыдай жағдайлар сіздің жаңағы материалдық жағдайыңызға әсер етіп кетті дегендей. Енді көп жағдай болып жатады, неше түрлі жағдайлар. Ал несиені төлемеген жағдайда мүлкін тартып алу мүмкін бе? Бұл жерде несиенің сомасына байланысты.
несиенің сомасына, егер мысалы үшін айталық несиесі 100 мың, 200 мың болатын болса, бірақ сіздің атыңызда көлік құны 1 миллион тұратын болатын болса, оны тек арестқа қояды, бірақ сіздің көлігіңізді сатып ала алмайды. Себебі екеуінің айырмашылығы сомасында өте үлкен. Миллион тұратын машина и жаңағы 100 мың, 120 мың сіздің несиеңіз. Бірақ машинаны сіз сата алмайсыз, бірақ енді тартып ала алмайды оны. Біріншіден жаңағыдай енді не дейді ғой, порядок очередности бар ғой. Ол бірінші очередь жаңағы счеттарыңызды бұғаттайды, ақша бар ма жоқ па, жалақыңыз бар ма жоқ па, соның барлығын тексере келе жаңағыдай көлікті арестқа қояды. Яғни көліксіз сата алмайсыз, бірақ жаңағыдай айдап олар да тартып ала алмайды. Тартып ала алмайды, себебі екеуінің разницасы екі. Егер жаңағыдай көлік сол автокредитование болмаса, несиеге алынбаған болса, онда екеуінің бағасы өте аспан мен жердей, 100 мың мен миллионды салыстыруға келмейді. Сондықтан да тартып алған күнде бұл жерде сотқа арызданған жағдайда сот қарапайым халықтың көбінесе жағдайын ойлап, сол заңдарға сәйкес ол машинаны қайтарып береді. Автокредитование болғанның өзінде, мысалы, қазір көп қой, Каспий банктың өзін алсақ, көптеген машиналар беріп жатыр. Автокредитование, жартысын төледің, жартысын ары қарай төлеуге ақшаңыз жоқ болып қалды. Не бір жағдай орын алып қалды. Онда банк тартып ала ма машинаны? Тартып алғанды қараңыз. Бұл жерде 90 күн күтеді банк. 90 күн банк ештеңе істемейді сізге. Арестке де қоймайды. Арестке де қоймайды 90 күнге дейін. Тек қана жаңағыдай күнде звондап, жаңағыдай не болып жатқанын біліп, колл-центр деп айтамыз, солар хабарласып тұрады. 90 күннен кейін сіздің жаңағы несиеңіз коллекторлық компания автомат түрде өтеді. Бір күн, 2 күн кешіккен өзіне 90 күннен астына болды. Коллекторлық компания сізбен жұмыс істейді. Коллекторлық компания жұмыс істегенде олар жаңағыдай машинаны ақылы жаңағы стоянкеге, автотұраққа қояды машинаны. Тұраққа әкеп қойыңыз дейді, ескертеді біраз. Ескерткеннен кейін әкелмеген жағдайда жаңағыдай мобильный группа дейміз ғой, енді коллекторский компания жасап жатқан жұмысы сол келіп машинаңызды тартып жаңағы ақылы тұраққа қояды.